Кеше өздеріңіз білесіздер, мынау елдің басына күн туды, 4-нен 5-не қараған күні. Мынау өзіміздің іні қарындастарымыз бейбіт шеруге шықтық деп, оның ақыр аяғы жаңадегі бір әлде бір топтар қосылып, елдің алдында бізге мына тәуелсіздік оңайлықпен келген емес. Осы сәл болмағанда осы тәуелсіздігімізден айырылып қаламыз ба дегенде күмәндер болды. 4-5 мың адамның көлемінде үлкен шерулер өтті, бейбіт шеру өтті. Бірақ бейбіт шерудің аяқ жағы осындай жаңадегі арандатушылардың салдарынан ғимараттарды өртеу, мынау ішкі істер органының қызметкерлерінің автокөліктеріне жаңадегі шабуыл жасау дегендей. Осындай 5-6 мың адам жаңағыдай көшеге шығып тас лақтырып, машинаның, полицияның автокөліктерін бәрін өртеп жатқан жағдайда 40 адам жарақат алып өлім болмағаны бұл өзі біздің мынау Шымкент қаласының полициясының қалай айтсам профессионализмін көрсетеді өзі. Біздің мына Шымкент қаласының ішкі істер органдарының қызметкерлері өте өжеттілікпен, өздерінің жан қимай іс-әрекеттерімен жаңадегі біздің халқымызды және де осы Шымкент қаласының ғимараттарын бір жанқиярлықпен қорғап қалды деп айта аламыз. Бірақ арасында жүрген генерал Жұмаханбетов ерекен, оның орынбасарлары бәрі өздерінің қабілетті маман екенін білдірді. Бәрін осындай жеке құрамды аман-есен алып шыққан мынау полиция департаментінің басшыларына рахмет деу керек, олардың жұмыстарын оң бағалай білу керек қазір. Кешегі осы шеруге төтеп берген полиция қызметкерлеріне көптен көп алғысымды айтқым келеді. Ол жігіттерге, сол офицерлерге рахмет. Ал жалпы полиция қызметкерлеріне денсаулық берсін Құдай. Осы жұмыстарының жемісін көре берсін, халықтың тыныштығын ойлап жүрген қазір міне осы соңғы жағдай көрсетті. Алдың шетте жүргендер осылар. Әлі де алдында жүреді. Өйткені полициясыз бұл тәртіп болмайтын бәріне белгілі болып қалды. Сондай өздерінің өмірін қатерге тігіп, алғы шепте жүріп, барлығын басып, осындай халыққа көмек көрсетіп, қорғай білгеніне, олардың барлық отбасыларына, өздеріне амандық, жақсылық тілеймін.